Осындай керемет шығатын сүзбеден вафли жасайық. Ең бірінші жұмыртқамызды қосып аламыз. Содан кейін жұмыртқамызға қантымызды қосамыз. Осы қантты біркелкі күйде араластырамыз. Маған негізі осындай сүзбеден вафлилер ұнайды. Міне енді сүзбені қосамыз. Бірақтан сүзбені ең басында езіп алу қажет, себебі қамырларыңыз піспей қалуы да әбден мүмкін. Енді сары майымызды қосып аламыз. Бұл бөлме температурасында тұру керек. Араластырып аламыз. Ендігі кезекте бір шай қасық тұз қосамыз. Және де бір шай қасық разрыхлитель қосамыз. Араластырып аламыз. Мен негізі бұл вафлиларды бірінші рет істеп тұрмын. Мен үнемі творогсыз жасайтын едім. Енді кезекте ұнды қосамыз. Ұнды аз-аздап араластырып тұрамыз. Және де ұмытпай әрине де сүт қосамыз. Бұл сүзбеден вафлилер өте оңай және өте тез жасалады. Және де осындай сүзбелі вафлилерді үнемі таңғы асқа, кешкі асқа да жасауға болады. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде аз-аздан қосамыз. Енді қамырымызды 7-10 минут аралығында қызып алған вафельницамызға құямыз. Енді осы вафлиларымызды жауып 10-15 минут аралығында күтеміз. Енді осы вафлилерімізді саламыз. Екінші партияны жасайық. Негізі сүзбелі вафли өте пайдалы және де жақсы. Отбасыға міндетті түрде ұнауы керек. Сүзбеден вафли оңай әрі дәмді шығатын рецепттердің бірі. Енді осыны тағы да 10 минут күтеміз. Мінекей тағы да осы вафлиларымыз шығады. Вафлидің үстіне өз қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Мен